Сәлем достар, кабинет налогоплательщик деп Googleға жазып аламыз. Кабинетіміз таңдағаннан кейін войти по ЭЦП дейміз. Бұл жерде екеуі беріледі, аутс рса деп. Біріншісін таңдаңыздар, аутс таңдаймыз. Введите пароль. Паролімізді жазып болғаннан кейін выбрать дейміз. Сөйтіп біз өзіміздің кабинетімізге кіреміз. Бүгін біздер тоқтап тұрған ИП-ні іске қосайын деп жатырмыз. Осындай уведомлениялар келіп тұрады, оқып алып, ознакомлен дегенді бассаңыздар болады. Кеттік. Енді тексерейік. Бірінші лицевой счеттан. Лицевой счет емес. Давайте регистрационный данныйға кірейік. Біз тоқтап тұрмыз ба, тоқтамай тұрмыз ба, соны білу керек біз. Бірінші проверить заполнение дейміз. Проверить данные дейміз. Сосын проверить статус запроса дейміз. Бүгінгі күнмен обновление болғанын қарап, ең астына түсіреміз. Түсіргеннен кейін ең соңында былай жазылып тұрады. Приостановление деятельности деп тұрады. Демек, сіздерде ИП тоқтап тұр деген сөз. Егер бұл жерде нет данных деп тұрса, сізде ИП тоқтамаған деген сөз. Сондықтан осыны бірінші қарап аламыз. Бұл бізде регистрационный данныйда тұрған мәлімет. Келесі. Давайте заявлениені қарайық, кезінде жазған. Қандай заявление? И біз қазір өзіміз заявление жазатын боламыз, Найти дейміз. Міне қараңыздар. Мынау кезінде жазған заявление, статус ликвидация подтверждено дейді. То есть біз тоқтатуға жібергеніміз қашан возобновление болады? 25-ші жылы болады делген. Барлық данныйларды қарап аламыз осылай. Сосын барып, осы жерде біз өзіміздің бізге керек заявлениені тауып аламыз. Приостановление деген заявление көрсеңіздер. Міне қараңыздар, приостановление, представление налоговой отчетности дейді. Соны таңдаймыз. Мына жерде жазылып тұр толықтай достар. Налоговое заявление, приостановление, возобновление деп соны оқып алып, ашып алыңыздар. Ашқаннан кейін біздің өзіміздің данныйларымыз толтырылып тұрады. 1 мен 2-де. Бізге 3 керек, 3-те заңда белгіле дейді. Сіздер 213-те белгілейсіздер. Себебі ол упрощенный режим бойынша. Келесі В бізде тоқтату үшін бізге ол керек емес. С возобновление. Қай күннен бастап дейді сіздерге? Қай күннен бастап возобновление болсын дейді. 22-сіні таңдамай қойып, 23-ті таңдаймыз. Бүгін 22-сі деп алсақ, ертең күн таңдайық. Ертеңнен бастап ИП-міз іске қосылсын. Келесі асты қарай түсіреміз. Бұл жерде бізде код органы государственного дохода сұрап тұр. Қай жерде сіздер орналасқансыздар? ИП-ңіз қай жерде? Оны регистрационный данныйдан қарап отырамыз. Мана бірінші қарадық қой, сол бетті қараймыз. Міне 618 по городу Ақтөбе дейді. И прописка да сол жерде, ИП да сол жерде екен. 06. Біз егерде пропискамыз басқа, тұратын жеріміз басқа, барлығы басқа болса, онда по месту нахождения ИП деген таңдаңыздар. 0618-ді жаздық. Барлығы толтырылды. Енді тексерейік. Проверить заполнение. Ошибок нет. Отправить в ОГД дейміз. Окей. Енді бұл жерде ЭЦП-ні екіншісін таңдаймыз. РСА дегенді. Мана аутс таңдады қой, енді РСА. Подписать еткенде үнемі РСАмен подписать етеміз. Выбрать дейміз. Отправка успешно завершена дейді. Журнал форумға барамыз. И бұл жерде заявлениені барын жинап тастаймыз. Найти дегенді басыңыздар. Міне қараңыздар. Сведения о приостановлении дейді. Енді бұны біз тексеру үшін, бүгін 22-сі ғой, сол себептен ертең тексеру керек біз. Сведения о приостановлении деген басқан кезде КГДГОВқа атып шығасыздар жаңағыдай. Мына жерде индеріңіз тұрады, мына төбесінде, соны скопировать етіп алыңыздар. Ең скопировать еткеннен кейін жаңа КГДГОВқа барып, соны вставить етіңіздер. Индеріңіз. Енді числоны пока бүгінше жазайық. 22-сі деп. Сосын яғни робот дегенді басасыздар. Получить сведения дейсіздер, қарайсыздар. Міне бүгінгі жіберген заявленияларыңыз шығып тұрады. Принято дейді. Статус заявление принято. Қабылдады. Ертеңнен бастап өзгеру керек.
Достар, ертеңгі күні бірден кабинет налогоплательщикке кіріп, регистрационный данныйды таңдап, и астында ең соңғысында мана приостановление деятельности деп тұрды ғой, сол жерде нет данных деп тұратын болса, значит сіздердің ипларыңыз іске қосылды деген сөз. Назарларыңызға рахмет, жазылып лайк басуға ұмытпаңыздар.